Қарапайым көк шайдың бетіңізге қаншалықты әдемілік сыйлайтынын білгіңіз келе ме? Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Көк шайдың адам ағзасына тигізер пайдасы өте зор. Көк шай қан қысымы жиі жоғарылап кететін адамдардың қан қысымын түсіреді, ал ас қорытуға да өте пайдалы. Барлығымызға таныс көк шайды үй жағдайында бет күтіміне қалай қолдануға болады? Көк шай бетке ылғалдық сезімін береді, ағартады, клеткаларды ашады, қалып қойған дақтарды жояды, безеуді болдырмайды. Әртүрлі типтегі терілер үшін көк шай маскасын пайдалансақ болады. Барлық типтегі бет терісіне қолданыла беретін маска шай мен балдан тұрады. Ыстық суға тек қайнап тұрған емес 5 грамм көк шай жапырағын салып 15 минут күтеміз. Содан соң ішіндегі қалдығынан суды бөлек алып 20 грамм балмен араластырып жуылған бет терісіне жағамыз. 10 минут соң салқын сумен жуып тастаймыз. Бұл масканы аптасына 2 рет жасап тұруға болады. Құрғақ терілерге арналған көк шай маскасы беттің құрғап кетуі мен қабыршақтануын шайдың сомасы арқылы арылуға болады. Бұл маскаға көк шайдың өзі жұмыртқаның сарыуызы мен ұн қажет болады. Бір жұмыртқа сарыуызын 1 шай қасық ұн мен көк шайдың жапырағын салып жақсылап араластырамыз. Пайда болған қоспаны көз айналасына тигізбей жағамыз. 20 минут өткеннен кейін бетті жуып аламыз. Бұл масканы аптасына 2-3 рет жасап тұрсақ болады. Косметолог мамандар безеумен күресетін жандарға күнделікті 2 кесе көк шай ішіп жүруіне кеңес береді. Себебі көк шай іштегі шлактардағы арылуға көмегін тигізеді. Ал маска үшін көк шайды демдеп формаға құйып қоямыз. Оны мұздатқышқа саламыз. Күнделікті 1 мұзды алып бетті сүртіп тұрамыз. Сонда беттегі безеуден арылатын боламыз. Міне сонда қол жетімді заттармен беттерімізді әдемілеп жүреміз. Сонымен қатар көк шайдың адам организміне өте пайдасы көп. Ол көк шай адамды семіртпейді. Көк шай жан мен тәнді жадырататын дәрумендерге бай. Адамның ерте қартаюына, әжімнің бетке ерте түсуіне көк шайдың өте пайдасы көп. Күніне 1-2 рет көк шай ішкен дұрыс. Өйткені ол суық мезгілінде денені жақсы жылытып, ыстықта шөлді қандырады. Ал дұрыс дайындалған сусын аурулармен күресуге көмектеседі. Бірақ көк шайдың ағзаға қалай әсер ететінін білген маңызды.